Жақсы көңіл күймен оралған балапандарға осындай қабақ танытпаса болар еді ғой деген Райхан іштей ашынып, аузы жыбырлап асханаға беттеді. Шешелерің оңбаған, қайбір жетіскен қыздар мен ұлдар боларсыңдар деп бейкүнә балаларды да бөліп жарып жекіп отырады. Бассыздыққа толы, миға сыймайтын әрекеттері мен әдепсіздіктеріне көз жұма, көңілге алмайын десе де таяқ еттен, сөз сүйектен өтіп, жаны әбден жаралы болған. Кейде балаларын алып, осы үйден қашып кеткісі де келетін. Алайда күйеуін қимай, одан қайда барам, балаларымды қалай асыраймын, әкесі өсеме, қайта мен кетсем енемнің жаны кірер деп, өз-өзін алдап, құр сүлдерін сүйретіп, бар арманы енесінің жадырап отыруы ғана болған. Келін жасынан да ерте қартайып барады. Әбден жүйкесі жұқарып, сыр берген Райхан ашушаң болып, бару үшін балалардан алады. Ешкімнің сөйлеген жақтырмайтын, бетіне келген адаммен ұрысуға дайын тұратын бетпақ әйелге айналды. Ондайда енесі Гүлнәр: айттым ғой сендерге, жынды бұл жынды, мені бекерден бекер шырылдап жүр дейсіңдер ме деп, жер мен көкке дейін жамандап жүруді тоқтатпады. Айы күні жетіп, 4-ші баласын өмірге келді. Әбден ашушандықтан ба, күтім көрмей, жерігін қандыра алмағандықтан ба белгісіз, әлжуаз, бар болғаны 1 килограмм 800 грамм сәбиді өмірге келді. Онысы жығылғанға жұдырық болғандай, жүрегінде тесігі бар деп шықты. Ауруханадан ауруханаға ұлын тасып, зар жылап жүрген ұлы мен келін көрсе де, сендер тек қыдыру үшін кетесіңдер, жүрсіңдер де сол үйдің тамағын менсінбей, кафеден ішіп деп шамына тиетін. Ұлына ерекше күтім керек, тек салмақ қосқанда ғана тесігі бітеледі, басқа ештеңе көмектеспейді деп, қайда барса да солай қайтаратын. Күтетін енесінің сиқы анау, баланың жөргек бұлына жармасып, берде берге салынып ұрыс шығарып отыр. Тамшы ауырлығымен емес, тұрақтылығымен тасты жарады дегендей, бір күні бар күшін жинаған Райхан енесінің әдеттегіше жылпос әрекетімен жылан тіліне зығырдана қайнай: ақыры жақпаймын ба, мә саған деп айналасының бәрін қиратып, бала шағасы мен киерге керек деген 5-6 киімін алып шығып кетті. Алдыңызға келсін, мені қалай қорладыңыз, қызыңызды солай қорласын, сол сәтте түсінерсіз, басқа айтарым жоқ деген Райхан есікті тарс жауып шығып кетті. Баланың еміне керек деп ұстап отырған 120 000 теңгесін Қазпочтадан алып қалаға тартып отырды. Жол жөнекей, өз-өзіне келгенде: қайын сіңілімді қарғағаным дұрыс болмады, оның не кінәсі бар еді, әрдайым жеңгелеп, оқудан келсе бала шағасын қарасып, үй шаруасына көмектесіп біраз демалып қалатын. Өз-өзін іштей кінәлап: Алла, айтқан сөздерімді қайтып алдым, Бикешті қорлай көрме деп, алақанымен аузын басып іштей тынып жылап келеді. Қайда барамын, 4 баламмен қайда сиямын деп отырып, қалаға да кірді. Базардың аялдамасы таксистердің тұрақтайтын жері. 4 баласымен көліктен түскен Райхан сол жердегілерден сұрастырып жүріп, пәтер тапты. Балалары да көмпіс қой шіркіннің, әбден ұрыс-керіске еттері де, өздері де төселіп кеткен бетерсің. Аналарына қатты жан ашып: артық мазаламаңдар, үндемеңдер деп, үлкені басқа екеуін жетелеп анасының артынан ілесе жүр. Әйтеуір таптым-ау деген пәтері бұрынғының жатақханасы екен. Кіргеннен қолаңса иіс қолқасын алса да шыдамасқа амалы жоқ. Ақшасы қалтасына қонымды, бастысы балаларымен бірге үйге енген бойда бәрін мұнтаздай етіп тазалап шықты. Жақын маңайдағы дүкеннен бір ішер азық-түлігіне аз ақша жұмсаған Райхан: бекер кеттім ба, сырым нендей халде екен, анасымен ұрсып жатқан болар, бізді іздеп жүрген шығар деген ойы маза бермей, ас-суда батпады. Көршілерінің есігін қағып жүріп, бірлі жарым ыдыстармен 1-2 көрпеше алған Райхан:
Ыстық тамақ ішпесек те болмас деп макарон мен көкөністерін әкеп қойған. Аз ғана ақша қалды, сосын қайтем деген келіншек күндіз-түні жылаумен өтті. Артынан іздеп келген сырым жоқ. 4-ші күн. Мүмкін таппай жүрген болар, өзім хабарлассам ба деп қайта райынан қайтады. Қалта телефонында жоқ. Сырым туған күніне сыйлаған смартфонын енесі алып қойған. Анаңнан асып, келіншегіңе қымбат телефон әперетіндей не көрінді деп тымырайып, дастархан басына да отпай, үйдің берекесі қашқасын, Райхан телефонын бере салған. Телефон керек жоқ, мама қайта басқа балдармен видеомен сөйлеседі деп қолындағы осыған арналған затында үйдің тыныштығы үшін енесіне жағынам деп бере салған. Ертеңіне таңертең ерте оянған келіншек жұмыс іздеп далаға шықты. Балаларына кішкене баласын емізіп тойдырып тапсырып кетті. Тапсырып кететіндей де үлкені небәрі 5 жаста. Басқа амалым бар ма деген Райхан жолай кафелер мен асханаларға, дүкендерге кіріп, жұмысқа алуын өтінсе де ешкім жолатпады. Аяғынан тозып, шаршап келе жатқан көрген, көшіп келгенде ыдыстары мен көрпешелерін берген көршісі мән-жайды сұрағанда, онсыз да іштей тынып жүрген келіншек бар жағдайын жайып салды да тоқтаусыз көз жасына ерік берді. Ата-анаңа неге бармайсың деген сұраққа оларды мазалағым келмейді, мені уайымдағандарын қаламаймын, оның үстіне үйлері кішкентай, балаларым бар, құр жексұрын болғым келмейді деді бет орамалымен көзіндегі жасын сүртіп. Онда түшпәрә түйіп сатсаңшы, мен көршілерге айта жүрейін, төмендегі дүкенге айтамын, менің қызымның сыныптасы сатушы деп үміт сыйлап қойды. Екі қолға бір күрек, ниетіне сай таба алған Райхан түнімен ұйықтамай көршілермен дүкенді үйретіп, демалмастан 10 килограммға дейін түйіп тастайтын. 5 жасар қызы да анасына әжептәуір қолғанат. Райханның түшпарасы деп сол маңдағылар таласып тармасып алатын. Сырымнан сол күйі хабар жоқ. Жиған ақшасына қарапайым арзанырақ телефон сатып алған Райхан анасына да хабарласады. Алайда сырымның онда бірде-бір келмеген естігенде жүрегі ауырды. Ағасы қолдап біршама керек дүние мүлкін төркіні әкеп беріп, өзінің қолы жүріп, жақсарып, жүзіне күлкі үйіріле бастады. Бір күні дүкеннің есігінде жабыстырылған торт пісіріп табысқа шық деген хабарландыруды көріп, дереу қоңырау соғып, ол курсқа да жазылды. Ол кезде тортты қазіргідей 2-ның бірі пісіре бермейтін. Ағасының атынан несиеге керек жарағын суретке түсіріп саламын деп қымбатырақ телефонды алған. Райхан көп ұзамай қаланың танымал кондитеріне айналды. Курсқа қатысқанда Инстаграм арқылы клиент жақсы табасың дегенді естіген. Алдамапты. Бар өнерін салып, тортында түшпарасында сатып, бір уақыт өз-өзіне келе бастады. Баста көшіп келгендегідей макарон ғана жемей, балаларының сұраған алып беретін жағдайға жетті. 6 айда жоқшылықта, тоқшылықты да көріп, өмірге төселіп кетті. Өзінің пысықтығы мен ниетінің тазалығы болар, жағдайы жақсарды. Адамдардан алғысты алады, ақша да табады. 6 айдан соң жалынып, жалбарынып алып кетуге сырым келді. Тәтті сөздеріне алданған жас келіншек тағы 4 баласын жетелеп үйіне қайта барды. Жеңгесі осынша, бекер қылдың, бекер, өз қолың өз аузыңа жетті, 6 ай қайда болыпты, барма десе, анасы, балалар әкесі өспесін, бар деп бәзбаяқ өміріне қайта оралды. Енесі қойсын ба, тиісуін үдетіп, итімдей боп қайтып келдің ба, баламен еш жерге сыймадың ба деп тілін түйреуін қоймады. Бекер келдім бе деп өкінгеннен пайда жоқ. Бұл ауылға әлі ешкім торт пісіріп сатпаған. Бар ойы осы тәттілерде болып, елдің алғысын алып, өзі ақша таба бастады. Үйдегі ұрыс-керістен шаршағаннан ба,
Бұл сәтте сырымның көңілін аулар жас қыз өмірінде пайда болған. Алтай балаларын қаннен-қаперсіз ойламауына да осы себеп. Жығылғанға жұдырық болып, күйеуі көзіне шөп салып, үйге түнемейтін болды. Гүлнардың мұндайда жаны кірмесе шыққан жоқ. Есін жиып келер деп жүргенде қайын сіңлісі тұрмысқа шығам деп тойға дайындық басталып кетті. Үйден ұзатып шығарған қыздың жоқ-жітігін түгендеп, дастарханның бәрін жалғыз өзі ғана дайындап, небәрі 2 аптада құр сүлдері қалды. Әйтеуір абыроймен шығарып салды, бірақ бір кездері Райханның енесіне: «Маған не істесең қызыңа соны істеп алдыңа келсін, сол кезде түсінерсің» деп қарғағаным екен. Қайын сіңлісі барған жеріне тастай батып судай сіңе алмады. Себебі күйеуінің туыстары келінді менсінбейді. Ой Алла, осындайда өмір бумеранг дегенге келіспеске амалың қалмайды. Күн сайын анасына телефон соғып шағымданып отырады. Ондайда енесі Гүлнар: «Қызымды отырса опақ, тұрса сопақ қылып бітті мыналар» деп шамданатын. Осындайда келіннің қызыңдай болмайды дегенге келіспеске болмайтындай. Келініне көрсеткен құқайы аз емес ененің өз қызының бармай жатып сөз түрткіге айналғанына ана жүрегі қанжылап, ақылап, үкілеп жүр. Қарғайын деп қарғамадым-ау, аузымнан қалай шыққанын білмедім. Бақыт тілеймін қайын сіңілме деген Райхан күндіз-түні айтқан сөзіне өкініп жүрді. Алайда 6 айдан соң той жасап шығарып салған қайын сіңлісі бар жүгін жинап ажырасып келді. Бұдан артық шыдай алмаймын, бар аңдығаны мен деп жылап келген қызын енесі Гүлнар: «Оңбағандар, не жаздың екен сонша? Бармайсың, болды, бармайсың. Жерде жатқан қызым жоқ» деп әбден шатынаған. Артынан да ешкім іздеп келмеді. Сырымның өз сезімі өзінде жас қызбен өткізген махаббаттың буына мас болып, үйге қабақ шытып келеді. Жақындап әкелеп жабысқан балаларды бірін итеріп, бірін айқайлап маңына жолатпайды. Төсегін Райханнан бөліп алғалы қашан. Осындайда адуынды енеге кім үшін шыдап жүрмін деген Райхан іштен тынып өксіп жылайтын. Міне бүгін жас қыз шашын жайып, қысқа көйлекпен үйіне келді. Әдеттегіше сырым жұмыста.